Сіз жол қиылысының дәл ортасында орналасқан әуежай бар екенін білдіңіз бе? Гибралтарға қош келдіңіз. Картадағы ең ерекше аумақтардың бірі. Мұнда бәрі бар. Британия туы, Африкаға көрініс және әлемдегі ең ерекше әуежайлардың бірі. Гибралтар әуежайының ұшу-қону жолағы кәдімгі жолмен тура қиылысады. Параллельде емес, қасында да емес. Ол қаланың басты көлік жолын қиып өтеді. Бұл Уинстон Черчилль даңғылы, негізгі көше. Онда көліктер мен жаяу жүргіншілер ұшу жолағы арқылы өтеді. Ұшақ қонарда бағдаршам қосылады. Иә, тура теміржол өткеліндегі сияқты. Ұшақ көліктерден бірнеше метр қашықтықта өтіп бара жатқанша бүкіл қала тоқтайды. Неліктен бұлай? Түсіндірейін. Гибралтар кіп-кішкентай аумақ. Ұзындығы небәрі 6-5 шақырым. Ал толыққанда әуежай салуға бос жер жоқ. 2023 жылы жолақтың астынан туннель салынды. Бірақ ұшу-қону жолағы әлі де қолданыста. Демек, қиылыс әуежайы әзірге шынайы өмірде жұмыс істеп тұр. Видео ұнаған болса лүпіл басып, пікір қалдырып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз.